Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі бұл видеода сендер динамикалық бағдарламалау туралы толыққанды түсінетін боласыңдар. Динамикалық бағдарламалау дегеніміз не? Динамикалық бағдарламау деген кезде бізге ойымызға не түседі? Динамикалық бағдарламалау күрделі есепті қарапайым ішкі мәселелерге бөліп, содан кейін бастапқы есептің жауабын шығару үшін олардың шешімдерін біріктіруін қамтитын информатикадағы есептерді шешу әдісі болып табылады. Динамикалық бағдарламалаудың мүмкіндіктері ішкі мәселелерді қайта есептеуді бағдарламалау үшін еске сақтау және де кесте арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Ішкі мәселелерді есте сақтау арқылы кестемен жұмыс жасайды және де осы арқылы негізгі мүмкіндіктері ашылатын болады. Динамикалық бағдарламалау көбінесе есептерді оңтайландыру және есептерді шешу тиімділігін арттыру үшін қолданылады. Динамикалық бағдарламалаудың қиындықтарын мәселелерді шешуде осы тәсілді қолдану кезінде әзірлеуші кестесін қиындықтар ретінде түсіндіруге болады. Динамикалық бағдарламалаудың негізгі проблемаларының кейбірлері мыналарды қамтиды: есептердің жоғары күрделілігі, қоңыраулар стегінің толық кетуі мәселесі. Толыққанды тоқтала кетсек, есептердің жоғары күрделілігі ол бізде кейбір есептердің өте көп ішкі мәселелеріне ие болуы мүмкін. Бұл көп уақыт пен ресурстарды талап ететіндіктен бұл жерде қажет ететін есептеулерге әкеледі. Және де осы проблемаларды анықтау арқылы есептердің жоғары күрделілігі толыққанды мәселелерді түсіну арқылы есептер шығарылады. Және де екінші түріне келетін болсақ, мәселе қоңыраулар стегінің толық кету мәселесі. Және де сондай-ақ осы бір тақырыпта толық кету мәселесін түсіндіре кететін болсақ, мәселені рекурсивті түрде шешу кезінде рекурсивті қоңыраулардың көп санына байланысты қоңыраулар стегі толып кеткен жағдайда туындауы мүмкін. Және де осы мәселені шешу барысында динамикалық әдістер қолданылады. Динамикалық әдістерге байланысты мына бір мысалға есеп шығарып көретін болсақ, бұл жерде бізде берілген f1, f2 тең 1-ге fn тең fn минус f1-ге және де қосылған fn минус 2-ге барлығы n2-ден кіші екені көрсетілген. және де енгізілетін деректердің жалғыз жолында бір кіші n-нен және де n кіші 45-те натурал саны бар деп көрсетілген. Бұл жерде шығару арқылы, бұл шығарған уақытта fn бір санын басып шығарамыз. Және де осы басып шығарған уақытта бізде енгізу барысында жүргізілген 5-ке дейінгі натурал сандарды бізге шығарып беретін болады. Input арқылы n-ді енгізіп алып, бұл жерде бізде натурал санның f1 минус f2 тең 1-ге деп алып, негізгі бір біздің шартымызды қою арқылы натурал сандардың print арқылы натурал сандарды шығаруды ұсынатын боламыз. Және де мына жерде бізге енгізу кезінде 5-ке дейінгі сандарды енгіздік. Және де осы 5-ке дейінгі сандардың ішіндегі біздегі натурал сандарды шығарып берді. 5-ке дейінгі натурал сандарды шығарып берген уақытта 2, 3, 5 сандары бірден экранның бетіне шықты.
динамикалық бағдарламалаудың негізгі бір мәселелеріне арналған бір есепті шығарып көрсеттім. Және де осы көрсетілген мәліметтерге қарап, ары қарай есептерді өзіндік жұмысты жүргізе беруіңізді сұраймыз.